Ассалаумағалейкум барша Дремлига сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналымызға тіркеліп лайк басып барынша қолдау жеріңіздер достар. Сіздердің қолдауларыңыз біздің жаңа видео шығаруымызға үлкен себепкер болатын болады. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай көп монета, кристалл жинауға болатын, тренер жинауға болатын барлығын түсіндіретін боламын. Егер де жаңадан бастап жатқан оқырмандар болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Олай болса мен көп сөзбай бастайын, кеттік достар. Көріп тұрғандарыңыздай достар, менде 21607 монета бар. Бұл жерде менде тренерлер ақырын жиналып жатыр. Бұның бәрін қалай жинайды деген енді жаңадан бастаған жандарда сұрақтар өте көп болады. Енді ол үшін мына жерде события шығып тұрады. Осы жерде событияны ойнап, монета, тренерлер, сонымен қатар агент, яғни тегін 80+ рейтингта ойыншыны алуға болады. Одан кейін онлайн матчтарды ойнап жинауға болады. Ең алдымен осы стадион жағын дамытып, мына тренировкалер дамып тастасаңыздар, бәрін дамып тастасаңыздар тіпті керемет болады. Одан кейін мына жерде ежедневный испытанияны орындап, бұл жерден де қосымша монеталар аласыздар. Және де мына жерден де міне монеталар алуға болады. Бұл жерден де көп монета береді. Мына жерден донат жасауға болады тіпті. Кейде 1000 теңгеге скидка деп шығатын болады. Мен негіз көп монеталарды құртып тастай берем. Негіз 100 000-дай монета болатын уақыт болды менде. Ал мынау жинап жүргеніме 1 айдан астау деймін. 2 ай болып қалды ма. Одан кейін мына жерде енді карьерада матчтарды ойнаймыз әдеттегідей монета жинау үшін. Енді көбінесе алдымен монетаны көп жинау үшін осы жерде стадион дамыту керек, достар. Стадионды толықтай осылай дамытып тастасаңыздар, сіздерге скидкаға 52 монета береді. Осыны аласыздар да матчтарды аласыздар, ұра бересіздер ғой, короче. Одан кейін ойыншыларды дамытуға келетін болсақ, алдымен мына жерде тренировканы соңына дейін дамытып тастау керек, 50 кристалға дамитындай қылып. Одан кейін мына жерден құрта бересіздер ғой. Мына жерде менде 3 тренер тұр. Обычный, былай редкий, легендарный дегендердің бәрін құртуға болады. Жалпы бұл жерде енді менде барлық ойыншылар дамыған. Енді Гризманды дамытам ба деген ойым бар. Рейтингі көтеріле ма деп қоям. Енді ол жағын көре жатармыз, достар. Осы енді ойыншыларды осылай дамытып алуларыңызға болады. Жалпы монета жинауда тым қиындық жоқ. Енді көбісі айтып жатады, взлом жазып алу керек, Google-ға кір, андай сайтқа кір, мұндай сайтқа кір, оның бәрі өтірік. Олай мүлдем жасай алмайсыздар, достар. Енді бұлай ойнап, осылай дамытып алсаңыздар, ары қарай монета жинала береді, тым ғой құртпасаңыздар. Менде қазірдің өзінде 21 000 бар. Қазір задроттар бар, неше түрлі. 100 000, 200 000 монеталар бар, оларға сомнение жоқ. Көп ойнайды ғой енді. Олай жинауға болады. Взлом, андай донат емес, бұлай кәдімгідей ойнап жинай беруге болады, достар. Енді бүгіндікке осы, достар. Ойларыңыз болса, идеяларыңыз болса, қандай видео түсірейін, комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Әрине мен бәрін оқып жауап беретін боламын, достар. Енді бұл ойында бір қызық кетіп қалды. Енді Дремлига 24-те жаңа өзгешеліктер енгізеді деген ойдамын. Енді қызығырақ болатын шығар деген. Дым қызық жоқ уже. Қызық кетіп бара жатыр ойыннан. Түсіретінде дым жоқ. Сол бір нәрсені түсіре бересің, ол уже ешкімге қызық емес деген сияқты, достар. Осы енді видеоны соңына дейін қолдап кетіңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар, достар.